Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін сіздермен Whoopie Pie тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Whoopie Pie тортын дайындау үшін бізге керекті заттар: 5 жұмыртқа, қант, сармай, шоколад, какао, қопсытқыш және ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Содан соң қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қайнап тұрған суға басмашымызды қойып, шоколадымыз бен сарымайымызды жақсылап ертіп алатын боламыз. Еріген сарымайымыз бен шоколадымызды суытып қоямыз. Оған дейін біздің массамызды жақсылап араластырамыз. Содан кейін суыған шоколадымыз бен сарымайымызды қойып араластырамыз. Ұнымызды, какао, қопсытқышымызды бәрін бірге қосып араластырамыз. Ұнымызды бірден салуға болмайды. Бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз осындай болу қажет. Пергамент қағазымызды алып, осылай сызып алсаңыздар да болады, болмаса формаға бастырып алсаңыздар болады. Пергамент қағазымызға 5 қасық массамызды құйып, бетін тегістейтін боламыз. Кремін дайындайтын боламыз. Креміне сливки, 33%, творожный сыр, креметте және сахарный пудра қажет. Ыдысымызға сливкиімізді құйып, араластырып аламыз. Сливкиіміз қоюланғаннан кейін творожный сырымызды салып, қою болғанша жақсылап араластырамыз. Креміміз қоюланғаннан кейін сахарный пудраны салып араластырамыз. Міне біздің крем осындай қою болу қажет. Креміміз дайын. Енді тарелкамызды алып, кішкене крем жағып қоямыз, корждарымызды ұстау үшін. Сіздерде насадка болмаса, осындай кондитерский мешокқа салып, осылай дөңгелектеп шығаруларыңызға болады. Ортасына осылай кремімізді жағып тегістейміз. Екінші коржымызды қойып, тағы да солай шариктерімізді дөңгелектеп шығамыз. Бетіне шоколадный ганашымызды құямыз. Шоколадный ганашымызға Қазақстан шоколады мен сарымай ертіп аламыз. Бетіне осылай тегістеп жағып шығамыз. Мен бетін сәндеу үшін құлпынайды пайдаландым. Өздеріңіздің қалауларыңызша пайдалансаңыздар болады.
Сіздермен болған мен Балнұр. Маған тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.